Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі видеода қарастыратын тақырыбымыз бұл килл зоналар, яғни нарықтағы баға қозғалысының белсенді болатын уақыт аралықтары. Енді графикалық мысалдарға өтпестен бұрын бірнеше PDF файлдарды талдап түсініп алайық, содан кейін нарықтан бірқатар мысалдарды көрсететін боламын. Килл зоналарға өтпестен бұрын бірнеше сессияларды түсініп алу керек. Бізде нарықта негізгі 3 сессия бар. Оның біріншісі Азия сессиясы, екіншісі Лондон, үшіншісі Нью-Йорк. Бұлардың әрқайсысының географиялық өздерінің уақыттары бар. Мысалға Азия сессиясын алатын болсақ, Қазақстан уақыты бойынша түнгі сағат 3:00-ден түскі сағат 12:00-ге дейін жұмыс жасайды. Бұл уақыт аралығында Азиядағы, жалпы сол аймақтағы, яғни мысалға Токио, Сингапур деген сияқты тағы да басқа қаладағы банктер осы уақыт аралығында жұмыс жасайды. Азия сессиясы кезінде графиктен біз көбінесе қандай қозғалыстарды байқаймыз? Тар диапазондар, яғни көбінесе консолидациялық қозғалыстар, әлсіз қозғалыстар, ал импульстық, яғни белсенді қозғалыстарды Азия сессиясында біз сирек байқаймыз, сондықтан көбінесе бұл сессияда сауда жасамауға тырысамыз. Ал Лондон сессиясы бұл Қазақстан уақыты бойынша түскі сағат 11:00-ден басталып, кешкі сағат 20:00-де аяқталады. Бұл сессияда Еуропадағы орталық банктер, сонымен қоса әлемдік ірі банктер және де институттар жұмыс жасайды. Сондықтан Лондон сессиясында біз көбінесе нарықтан белсенді қозғалысты байқаймыз, себебі ірі банктер жұмыс жасайтын болғандықтан нарықта импульстік қозғалыстар да болады, сонымен қоса ликвидностьтарды шешеді. Өзінің алдындағы Азия сессиясының көбінесе ликвидностьтарын шешетінін графиктен бірнеше рет байқауға болады. Сонымен қоса, осы Лондон сессиясы күннің негізгі бағытын бастап береді. Ал екіншісі келесісі ол Нью-Йорк сессиясы. Ол Қазақстан уақыт бойынша түскі сағат 16:00-ден түнгі сағат 1:00-ге дейін жұмыс жасайды. Ал Нью-Йорк сессиясында көбінесе ақш-тың корпорациялары, хедж қорлар және инвесторлар белсенді болады, және графиктен біз Лондон бастап берген негізгі бағытты бекітеді, яғни сол Лондон бастаған бағытты жалғастырады, немесе көбінесе баға кері бағытқа бұрылады. Яғни екі қозғалыс жасайды, Лондон сессиясының трендін жалғастырады, немесе разворот жасап, мүлде басқа бағытқа кетеді. Ал енді килл зоналарға келетін болсақ, бұл жаңағы сессиялардың ішіндегі ірі ойыншылардың, маркетмейкерлердің белсенді болатын уақыт аралықтары болып саналады. Біз сессияларда анализ жасап нарықты бақылайтын болсақ, ал осы килл зоналарда көбінесе мүмкіндіктерді іздеп, яғни точка входа іздеп, позицияға кіруге тырысуымыз қажет. Себебі осы уақыт аралықтарында баға разворот жасайды, немесе жоғары қарай импульстік қозғалыспен өседі, немесе төмендейді. Сондықтан позицияға осы аралықтарда кіруіміз керек. Азия сессиясының килл зонасы ол шамамен таңғы сағат 6:00 мен таңғы сағат 10:00 аралығында болады. Ал Лондон сессиясының килл зонасы түскі сағат 12:00 мен түскі сағат 15:00 аралығында жалғасады. Және Нью-Йорк сессиясы шамамен кешкі сағат 17:00 мен кешкі сағат 20:00 аралығында болады. Бірінші нақты мысалдарға өтпестен бұрын бізге уақыт белдеуін дұрыстап алуымыз қажет, яғни Қазақстан уақытын ауыстырып. Егер сіз TradingView сайтында болсаңыз, онда графиктің оң жақ төменгі бұрышында уақыт белдеуін ауыстыратын батырма бар, соны басасыз, және сол жақтан төменге түсіріп UTC +5 уақыт белдеуін таңдайсыз. Бұл Қазақстан уақыты бойынша есептеледі. Енді әрі қарай килл зоналардың уақыттарын Қазақстан сағаты бойынша белгілей берсек болады. Және де ескере кететін бір маңызды жайт, осы айтып өткен килл зоналар мезгіл бойынша уақыттары жылжып ауысып отырады. Мысалға, жазғы уақытта, яғни жаз мезгілінде килл зоналар 1 сағат алдыда жүретін болса, қыс мезгілінде 1 сағат артта жүреді. Мысалға, жазғы уақытта Азия сессиясы таңғы сағат
6-та басталып таңғы сағат 10-да аяқталады. Яғни Азия сессиясының килл зонасы таңғы сағат 6-тан бастап таңғы сағат 10-да жазғы уақытта аяқталады. Ал егер қысқы мезгілге ауысатын болсақ, онда бұл жағдайда 1 сағат артқа шегіндіреміз. Мысалға 6-та басталса, қыста таңғы сағат 5-те басталып, таңғы сағат 9-да аяқталады. Яғни мына жерден біз Азия сессиясының толық диапазонын көріп тұрмыз. Ал екінші бұл Лондон сессиясы, оның да диапазонын белгілеп аламыз. Жазғы уақытта ол түскі сағат 12-де басталса, 12-де басталып, түскі сағат 15:00-де, яғни 3-те аяқталса, қысқы уақытта ол 1 сағат кері шегініп, яғни 11:00-де басталып, 14:00-де аяқталады. Және Лондон сессиясының диапазоны бізде осылай қалыптасқан. Келесі Нью-Йорк сессиясы Қазақстан уақыты бойынша жаз мезгілінде сағат 17:00-де басталса, кешкі сағат 20:00-де, яғни 8-де аяқталады. Ал қыс мезгілінде бұл кері шегінеді, яғни 16:00-де басталып, кешкі сағат 19:00-де аяқталады. Және бұл Нью-Йорк килл зонасының диапазоны. Бұл күнді сипаттайтын болсақ, Азия сессиясы тар диапазонда әлсіз қозғалыс жасаған, ал Лондон сессиясы кері бағытқа қарай, яғни манипуляциялық қозғалыс жасаған. Содан соң Нью-Йорк килл зонасы ашылғаннан кейін баға төмен түсіп, Лондонның минимумын алып, және сол жерден жоғары қарай кеткен болатын. Яғни бізде Азия консолидацияда болды, Лондон манипуляция жасады, ал Нью-Йорк разворот жасаған болатын. Яғни кері бағытқа қарай кетті. Дәл осы килл зоналарды сызуға қиналатын немесе әлі түсінбейтін адамдар үшін арнайы индикатор бар. Соны қалай қосамыз және оны қалай баптаймыз, сол туралы қазір сіздерге түсіндіріп беретін болам. Трейдинг вьюдің жоғарғы жағында яғни индикаторлар батырмасы бар, және сол жерге ICT, Kill Zones плюс pivot деп жазасыз. Яғни дәл алғашқы индикаторды таңдайсыз, және өзіңізге осы жұлдызшаны басу арқылы сақтап қойсаңыз болады. Мінекей, бұл индикатордың енгізу параметріне кірген болатынбыз, және бұл жақтан қазір өзімізге ыңғайлы етіп түзетемін. Бізге ең бірінші керек нәрсе ол сессияларды сызу лимиті. Бұл дегеніміз, мысалға мына жерде 3 деген сан тұр. Бұл соңғы 3 күндегі сессияларды көрсетеді деген сөз. Мысалға мынау соңғы 3 күндегі сессия. Мынау бірінші күн, екінші күн және үшінші күн. Бұны сіз көбейткен сайын, мысалға 10 санын енгізсем осы жаққа, бізге ең соңғы 10 күндіктегі сессияларды көрсетеді. Ал бірді енгізсем, онда соңғы күндегі осы бір сессияны маған сызып көрсетеді. Келесі бұл бізде таймфрейм шектеуі. Қазір бізде 30 минут тұр. Бұл дегеніміз, қазір бұл индикатор 30 минутқа дейінгі барлық таймфреймде біз дәл осы сессиялар сызығын көре аламыз. Егер біз 30 минуттық таймфреймнен жоғары уақыт аралығына өтетін болсақ, мысалға 45 минуттық таймфреймге кіретін болсақ, онда біз осы сызықтарды 45 минуттық таймфреймнен көрмейміз, яғни автомат түрде ол жойылады. Яғни 1 сағаттық таймфреймнен де, 1 күндік таймфреймнен де көре алмаймыз. 30 минуттан әрі қарай ғана көре аламыз. Сондықтан бұны осылай қалдырған дұрыс. Келесі уақыт белдеуі, бұны да Қазақстан уақыты бойынша қоямыз. Бізде Қазақстан уақыты Гринвич уақытынан плюс 5, яғни 5 сағат алда, сондықтан GMT плюс 5 дегенді таңдаймыз. Кейінгі бұл бізге қажет емес, және мына жерде мәтіндердің түстерін өзгертуге болады. Бұл да аса маңызды емес. Ал мынау бізде сызықтарды шектеу. Осы батырманы басып қосамыз, және мына жерге 03:00 деп, және 03:01 деп енгіземіз. Яғни бізде кез келген күн сағат 3-те ашылып,
3-тен 1 кеткенде жабылады шамамен. Енді келесі мәзірге өтейік. Бізде 3 баған тұр. Оның біріншісі сессиялардың атауы, екіншісі солардың уақыттары, үшіншісі олардың түстері. Бұл жақтан біз керек емес сессияларды алып тастаймыз. Неке осы екеуі бізге қажет емес, тек қана Азия, Лондон, Нью-Йорк, кил зоналары ғана бізге жеткілікті. Мына жердегі уақыттар біздің Қазақстан уақытымен сай келмейді, сондықтан бұларды да өзгертуге тура келеді. Азия сессиясы Қазақстан уақыты бойынша таңғы сағат 6-та басталып, таңғы сағат 10:00-де аяқталады. Бұл енді жазғы стандартты уақыт бойынша жазып жатырмын. Қыс бойынша бұл 1 сағат артта. Лондон сессиясы 12:00-де басталып, 15:00-де аяқталады. Нью-Йорк сессиясының кил зонасы 17:00-де басталып, 20:00-де аяқталады. Мына жерде өзіңізге қажетті түсті таңдап алсаңыз болады. Азия сессиясын сұр қылып, Лондонды қызыл, Нью-Йоркты көк қылсаңыз болады. Егер сізге осы мәтіндер кедергі жасап тұрған болса, оны дәл осы батырманы басу арқылы өшіре аласыз. Неке сессиялардың атаулары жойылды. Мұндағы мәтіндер сессиялардың қысқартылған атауы, яғни Азия сессиясының хайы, Азия сессиясының лоу. Оны мына жерден көруге болады. Азия сессиясының хайы, Азия сессиясының лоу. Лондонның хайы, Лондонның лоу деген сияқты. Бұның атаулары да өзгертуге болады. Толығымен жазсаңыз болады, яғни Азия хай деп, немесе кириллицамен жазсаңыз болады. Өзіңіз қалаған атаумен жазуға болады. Ал егер бұл сізге қажет емес болса, онда бұны дәл осы жерден өшіре аласыз. Егер сізге аптадағы күндердің атаулары, яғни ағылшынша күндердің атаулары қажет емес болса, оны дәл осы батырманы басу арқылы өшіре аласыз. Кейін ең соңғысы, әр күнді осылай линиямен бөліп сызып қойсаңыз болады. Бұл сізге алдыңғы күннің қозғалыстарын көруге, алдыңғы күннің максимумдары мен минимумдарын көруге керек болады. Немесе қажет болмаса қолданбай ақ қойсаңыз да болады. Ал егер қажет болса, онда осы жерден 03:00 және 03:01 деп өзгертіп қоямыз. Енді қазір сіздерге ең соңғы 5 сессияны талдау жасап өтейік. Кил зоналарда қандай қозғалыстар болды? Мынау аптаның бірінші күні, дүйсенбі күні Азия сессиясында баға консолидацияда болған. Кейін Лондон сессиясында бізде разворот болған. Яғни манипуляция және кейін разворот. Ал Нью-Йорк сессиясында сол алдыңғы Лондон сессиясы жасаған трендке закреп болған. Яғни алдыңғы жасаған трендті бекіткен, жалғастырған деп айтсақ та болады. Келесі күн Азия сессиясы тағы да консолидациямен басталды. Тар диапазонда. Кейін Лондон өзінің манипуляциялық қозғалысымен разворот жасаған болатын, және Нью-Йорк сол Лондон жасаған қозғалысты бекітті, яғни трендті жалғастырған болатын. Мана айтып өткенімде, Нью-Йорк сессиясы 2 қозғалыс жасайды дедім. Оның біріншісі Лондон бастап берген қозғалысты бекітеді, яғни оны жалғастырады, немесе өз бетінше разворот жасап, кері бағытқа бұрылады дедім. Мына күнге назар аударатын болсақ, Азия сессиясы жақсы қозғалыс жасаған, яғни консолидация емес. Кейін баға төмен кеткен, және Лондон сессиясында баға разворот жасаған. Кейін Нью-Йорк сол қозғалысты жалғастырды. Бейсенбі күні баға Азия сессиясында консолидация болды, кейін төменге кеткен, бірақ аяқтағыдай Лондон разворот жасамаған. Нью-Йорк ашыла салып, разворотты өз жасады, және жоғары қарай кеткен болатын Лондонның хайын алуға. Мына күнде дәл солай. Азияда әлсіз қозғалыс, Лондонда әлсіз қозғалыс, ешқандай разворот жоқ. Ал Нью-Йорктың кил зонасы уақытында баға разворот жасады, және ары қарай импульс жасағанын көріп отырмыз. Осымен сіздерге бұл тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео пайдалы болған болса,
лайк басыңыздар, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар, және менің YouTube каналыма, Telegram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.